Ассалаумағалейкум. Ал енді біз Алла қаласа Мекке қаласына жолға шықтық. Құлшылық жасауға, кіші қажылығымызды өтеуге. Енді құлшылығымыз қабыл болсын, жолымыз болсын, аман есен барып келейік. Әмин, әмин. Сапар болсын. Данабек пен мамасы, Алтынбек пен мамасы. Қабыл болсын. Жолымыз сәтті өтеміз. Жолымыз жеңіл барып келуге Алла нәсіп етсін. Әмин, әмин. Алланың арқасы қалса, мына балаларымыздың арқасыменен қасиетті жолға шығып жатырмыз. Алла қабыл етсін. Әмин. Қуаныштымыз. Әмин. Ал жолымыз болсын, біз билетімізді алдық. Енді посадка күтудеміз, ұшуды. Осылай күтеміз, 2 сағатта күтеміз бе? Сейчас. Ақжол, жолдарыңыз болсын. Жолымыз болсын, аман есен келейік. Вейттеміз. Алла қаласа Медина ашқамыз 2 сағаттан кейін. Бізде жеңіл шай. Ал, ас болсын ал. Жеңіл шай. Ас болсын. Фото, видео. Аха. Жолымыз болсын ал. Алланың қалауымен Медина қаласына жеттік. Қазір түсеміз бұл жаққа. Таможня өттік. Енді багажымызды аламыз. Енді гостиница ма? Енді бұйырса гостиница. Мұнда сауда. Азғантай сауда бүгін бізде. Киім алу, қажет зат алу деген сияқты. Yes, YouTube. MashaAllah. Where are you from? Kazakhstan. MashaAllah. Yeah. Welcome, brother. Okay, thank you.
Келді. Келіп қалды. Келді. Кетті. Алла қаласа біз ниеттеніп шықтық гостиницадан. Үш мамамыз. Алтынбек, асықпа. Al. والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا حليما سليما أواها منيبا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. Таң ату жақын. Бізде мұнда шаш қию. Біз мынау бөлмеден қасымызда гостиница алып жатыр что-то. Шағын ауылдан келген дәм. Міне шаулиный. Міне бізде қазы, ет, шұжық, табанан. Өзіміздің Болды. тамағымызда да. Жайлап. Жерде қандай дайын алсаң да. Бәрі. Бір еттің несі жатыр. Обед уақытында аздап жеп аламыз осылай.
сосын шығамыз. Bir kulağız mı? Bir çekiyorsun acemi olur. күнде осындай бұл мешітте. Мынау әйгілі сағат. Мына біздің Алтынбек, Данабек деген. Ne maaşı yazdık? Бізде бүгін шопинг, сауда жасау. Андай ұзын киім алып алдық дейін ба? Тәтті де көп, киім де көп. Данабек жаттап алған, мына үшін өзі бастайды. Кел. Өз саудаласады. Ассалаумағалейкум. Akşam namazdan çıktık. Bunda zemzem suyu. Adam öte көп. Mынау атақты сағат. Отель. Бүгін жұма. Алла қаласа жұма намазын оқимыз. Бүгін әдейі жаяу шықтық. الباصة ترجع منها.
Жұмадан шығып шамалы шай ішу біздің банда. Мешіттің ішіне тіке шығасың мұнда. Далаға шыққан жоқпыз. Жұмадан кейін. Не істеп жатыр да? Жер үйді жуып жатыр ғой. Надан кейін енді қалай жағайын. Сіңіп жүрген ғой. Болды, шай. А? Сқитасың сен фотоны. Фото атсу, бізде фотосессия. Жұма намазынан шықтық, 2-3 сағат болып өткеніне. Әлі мешітте шыққан жоқпыз. Осындай. Видео. Автобуспен айналаға шығып қайтайын деп қой. Әңгіме айтып, может істейміз, тамақ ішеміз, может обедке айналадан. Көшем, яғында жақ гостиница. Қарақчай ішіп, Қарақчай. Мен Infinity Mall'да жүрмін. Biz Mekke Mall'ga geldik. İşte savdo жасаймыз ба деп, тамақ ішеміз ба деп шопингке. Азырақ тамақ ішіп алу. Кешкілік бізде шай. Шайдың атын айтшы? Қарақчай. Қарақчайға жаттық уже. Солай ма? Қарақчайға. Қарай берсін же. Әлде алып кетеміз бе ауылға осындай? Анда Алматыдан шалға кетеміз. Қарақчайды ма? Дәм басында бағанадан кейін. Анда кардамон бар. Иә, байқайсың.
қасында бар, шақыратын іші бар ғой. Орталық мешіттің қасында бар. Шақыранда бар адам. Шақыранда менің карактерім жоқ алдым. Оны алмай естіп жүрдім де, бірақ просто естіп жүретінмін. Мамаларды апарам, Москвада бар. Потом Республикада бар. Каракчай іші. Каракчай ішті. Ал жеп қойып ол. Сауыр тауы. Сол Сауыр тауы жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мекке қаласынан неге көшеді ғой? Мединаға. Сол уақытта 3 күн түнеген тау бар емес па? Ана жаңағы өрмекші тор не істейтінші? Тор не істейді дейма не дейді ондайды? Тоқиды, өреді. Сол торын өреді ғой сол жерге. Сол тауға қазір барамыз. Бірақ барғанда не істейміз? Ол тауға шықпаймыз. Ол тауға шықпаймыз. Тек не? Сыртынан примерно сол жерде осы жерде түсіндіріп сіздерге айтып кетеміз. Бірақ ол жаққа шығуға болатынын білмейді екен. Білмеймін, бірақ бола ма, болмай білмеймін, бірақ мұрғап болады шығуға. Одан кейін баратын жеріміз жаңағыдай Арафат аймағына барамыз. Яғни Арафат аймағы бар. Және сол Арафат аймағында Рахман тауы бар. Яғни Жабал Рахман. Бірақ қараңыздар, Рахман тауына біз шыға алмаймыз. Өткенмен 2 күн алдын барғанда Рахман тауы жабықтық. Яғни сол жақты үлкен қажылыққа барлығын дайындап, ремонт болып жатыр жолдардың бәрі. Сол себептен де Рахман тауының жанында қатты жақындамаймыз. Бірақ сол жерде сіздерге көрсетіп, Арафат жайлы біраз жаңа оқиғаларды айтып, сол жерде сіздерге түсіндіріп кетемін. Ақтағылар естіп жатыр ма? Естіп жатырсыздар ма? Болды. Одан кейінгі соңғы баратын жеріміз, сол жаңағыдай Арафаттан шыққаннан кейін жол жөнекей біз Мина жазығына барамыз. Әлемдегі жаңа ең көп тігілген шатырлар мекеніне барамыз. Барғанда бармаймыз, сол жерден машинамен өтеміз. Олай қарап қоясыздар, болды. Өткен ойлар бәрі кіре алмаймыз. Сол себептен. Сосын ең соңғы аялдамамыз болатын жер ол Жабал Нур, яғни Нұр тауы. Алғашқы бір исламның басталуы. Алла қаласа сол жерден естиміз, аяқтаймыз. Нас көп нәрсе айтып болсам, ажақ айтатын сөз қалмай қалай деп тұр. Медина қашан барасыз? Воскресенье, иә? Ja, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединаға көшіп жатқан кездегі осы Сауыр тауы сол оқиғада жаңағыдай пайда болғанда жаңағы оқиғамен байланысы бар. Отыр ғой, иә. Үлкен тұр ғой міне. Осы тау Сауыр тауы. Бол, қайт. Жақсы. Бәріңіз естіп жатырсыздар ғой, иә? Біреу дұрыс естімей қалып, мынаны Ира деп ана жақтан Қазақстанға басқаша жеткізіп жүрмеңіздер. Ал енді қараңыздар. Бұл тау жаңағыдай бір Құран түскен тау емес, ондай емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Медина қаласына көшіп жатқан кезінде Абу Бакр радиаллаху анху мен Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар осы жерге тығылған. Ең қызығы осы жерге тығылғанда пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды сол уақытта өлтіруге 100 тие тігеді. 100 тие тігіледі пайғамбарды өлтіргенге. 100 тие бір адамның құны. Сол уақытта әлі де сол ғой енді, шариғатта сол. Сол бір адамның құнын жаңағыдай өлтіруге тігеді. Одан кейін осы Араб жазирасындағы бір ең мықты ізкесуші адамды табады. Сызшық дейді ғой. Сол адам табады. Анау адам бүйтіп жүрген кезінде менің түйелердің аттардың ізі болса, анау ат жасы қаншада соны бәрін айтып береді. 4 сипатын осылай ат ол. Осылай жақан шабалап, мына жағын шаба алмайды деп. Мықтылығы соншалықты. Сөйтіп
Sol жаңағыда ізге сүйші пайғамбар саллаллаху алейхи тігеді ғой. Осы жерге іздеп келеді Абу Бакр радиаллаху анху мен Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам екеуі 3 күн түнейді осы жерде. Сөйтіп 3 күн түнегеннен кейін Оскот. Сөйтіп қараңыздар, 3 күн түнейді. 3 күн түнегеннен кейін жаңағылар келеді. Келген кезде Аллах тағала одан алдын өрмекшіге бұйрық беріп қойған еді. Жаңағы өрлерін тігіп, дайындап қою жаңағы мүшриктер дегенше. Жаңағы Юнус алейхи уассаламға киітке жаңағы Аллах тағала бұйрық береді ғой жұтуын. Аллах оны орындайды ғой. Сол сияқты бұған да не істейді Алла субхан тағала өрмекшіге де бір сондай бір миссия береді. Орындауын. Және екі көгершін алады да сол жаққа ұя салып отыруын жаңағыдай Аллах тағала қалайды. Соны жаңағы жасатады Аллах тағала. Енді жаңағыдай ізге түсіп келгеннен кейін мүшриктер айтады, сен несің жайында ма дейді. Тор тұр ғой дейді, тор. Егер бұлар кеткен болса кеше ғана, мына тор мүмкін емес жаңағыдай, тор бұзылу керек дейді. Артқа қайттық дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абу Бакр радиаллаху анхуға мына сөзді айтады. Ей Абу Бакр! Бұл жақта біз жалғыз емеспіз, біз үшеуміз дейді. Алла дейді, мен және сен, біз бұл жерде үшеуміз, Абу Бакр дейді. Қорқпа, ла тахоф, қорқпа Абу Бакр дейді. Осының ішіне тұрады. Сөйтіп, кейбір риуаяттарда Абу Бакрды шаян шақты дейді, кейбір риуаяттарда жылан шақты дейді. Бірақ соның ішіндегі қуаттысы сол шаянау шатаспасам. Көп жерде оқығанда шаян деп келген. Жылан деп бірақ жерден оқыған. Бірақ соның ішіндегі қуаттысы сол шаянау шатаспасам. Көп жерде оқығанда шаян деп келген. Жылан деп бірақ жерден оқыған. Сол шаян келіп Абу Бакр радиаллаху анхуды шағады екен. Шапқанда Абу Бакр радиаллаху анху мүлдем сес бермейді, тұрады жай ғана. Не үшін? Өткені оның санында, аяғында Алла елшісі жатады, Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Сол ұйықтап жатқаннан кейін Абу Бакр радиаллаху анху жаңа тапжылмай тұрады. Көздерінен жастар аққаннан кейін, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бетіне жастар тамғаннан кейін, жаңағы Расулы оянып кетеді салысым. Ей Абу Бакр не қылды деп. Я Расулаллах, аяғым жылан шақты дегенде жаңағыдай көрген алады, пайғамбар саллаллаху жағады, жатқаннан кейін жаңағыдай Аллах тағала өзінің қалауымен несейді шифа беріп қояды. Көріңіздер ма? Сөйтіп Аллах тағала өз жаңағы шифа беріп қояды. Енді қараңыздар, бұл оқиғада мынандай бір қызық оқиға бар. Бүкіл сахабалардың бәрі хижретке шыға береді, кете береді. Хижретке. Сол бүкіл сахабалар хижретке шыққаннан кейін Абу Бакр радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға барады. Я Расулаллах саллаллаху алейхи уассалам, мен сенімен бірге хижретке шығайыншы дейді. Расулаллах саллаллаху алейхи уассалам бұлай дейді: ей Абу Бакр, маған уақи келмейінше, Алладан әмір келмейінше, мен мына жерде мүлдем жылжымаймын, және менімен хижретке кім шығады, оны Алла ғана шешеді, мен шеше алмаймын, Абу Бакр дейді. Одан кейін бүйтеді. Бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: ей Абу Бакр, әбішір, ей сүйінші Абу Бакр, Аллах тағала хижретке менімен баруды саған бұйырды дейді. Абу Бакр радиаллаху анху жерде отырады, орнынан аттырады, Аллаху акбар, мен Алла елшісімен бірге хижретке барамын деп, Абу Бакр радиаллаху анху сол уақытта ерекше қуанады. Енді содан кейін сол ғана ерекше қуанады, түнде жаңа хижретке шығып кетеді. Осы Сәуір тауынан естиді, шығады. Түсіңіздер ғой, дауысы ауырып кетті. Қаған автобус айтамын. Кеттік болды. Көрдіңіздер ғой, осы тау. Сәуір тау көрдіңіздер ғой, жаңағыда не істеді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ол тауға? Арттағылар не болды, естіп жатыр ма? Бізге жақсы отырды, Жақында тұрасыз. Болды.
Енді ал сөйтіп сол Сауыр тауы мына жерде ана жерде айқайлап сөйлейді екенмін ғой, ана жерде айтып бітіру керек еді ғой. Сол Сауыр тауы жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мен Абу Бакр радиаллаху анху бағар есептедік, шығады. Абу Бакр радиаллаху анху йығылады, қуанады. Қуанғаннан кейін екеуі шығады және Сауыр тауында 3 күн түнейді. Аллах тағала қалайды, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам естиді. 3 күннен кейін Мекке қаласына шығып кетеді жолға. Сөйтіп Мекке қаласына шығады, Алла қаласы Мекке қаласына кетеді. Сол Мекке қаласында Мас'уд ибн Умайр деген бір сахаба болады. Мединада радиаллаху анху дегенде Меккелік сахаба. Бірақ Мединаға жаңағыдай бәрінен бірінші кетеді да діндарадан деп кетеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи бастады ғой жайлап. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам барам дегенше Мединаның жартысы мұсылман болып кеткен ғой. Алланың қалауы. Ең жас сахаба, сахабалардың ішіндегі ең жас сахаба. Өте сымбатты жігіт болады. Жаңағыдай денесі ірігейген, өте сымбатты, ең қымбат мүйістерді жағатын сахабалардың бірі Мас'уд ибн Умайр деді. Мус'аб ибн Умайр деді, кешіріңіз шатаспын. Мус'аб ибн Умайр. Бірақ енді оны айтсақ тағы ұзап кетеміз ше. Уақыт алса. Сол сахаба жаңағыдай Мединаның жартысынан көбісін есеп қояды, исламға әкелген болады. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мединаға барған кезде ансарлар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды күтіп, сол жерде толя аль-бадру алейна деген жаңағыдай өлеңді шығарып сол жерде айтады екен. Енді сол жерде мына бір қызық оқиға бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жалпы еш нәрсені бір нәрсе сұраса басқа нәрсе жоқ деген сөзді пайғамбарымыз мүлдем айтпаған екен. Жоқ деген нәрсе. Сонда сахабалар енді барғаннан кейін пайғамбарымыз хижрет жасаған үй жоқ қой пайғамбарда. Одан кейін бүкіл сахабалар тұрады да, я Расулаллах, менің үйіме жатыңыз, я Расулаллах, менің үйімді, я Расулаллах, Медина ең күшті үй менікі деп бәрі таласып отқанда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мынандай таңдау жасайды. Түйе қай жерге жатады, мен сол жаққа не істеймін дейді, сол үйге қоныстаймын. Одан кейін басқа сахабалар ренжи ме, одан кейін ренжімей ме? Ренжісе түйеге ренжиді ғой, дұрыс ма? Болды, көрсіздер ма? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ол жерде не істеді? Ешкімді ренжіткен жоқ, ешқандай сахабаның көңілін де не істелмеді, қалдырған жоқ. Егер басқа ана сахаба үйіне қонғаным, сонда менің үйім жаман ба деген ой келеді ана сахабаға деген сияқты. Сол жалпы Сауыр тауы жалпы бағана естідіңіздер ғой, жалпы тарихы сол өзінің. Ендігі баратын жеріміз біздің жаңағыдай осы кімнің үйі бар? Шейх Абдурахман Судейс деген. Және кім? Мекке бар ғой, Мекке. Аль-Харам мешіті. Сол Аль-Харам мешітінің бас имамы. Және осы жерде тұрады. Қай жерде пәтер? Газ. Оның оқиғасын білесіздер ма? Сол Абдурахман ас-Судейс деген жаңағы Меккенің бас имамы, анасы жаңағыдай өзін айту бойынша өзі айтқан дейді, білмеймін, бірақ сахих екенін, сахих емес екенін, бірақ өзі айтты дейді. Сол Абдурахман Судейс анасы жаңағыдай баласы бұзықшылық жасаған кезінде қақпаның имамы болғыр деп жаңағыдай қарғайтын болған дейді да, Аллахың қалауымен қазір сол бас имам сол жерде. Абдурахман Судейс біраз жылдан бері имам, бас имам. Жоқ, осы жердің азаматы. Қағбаның бас имамы болғыр деп қарғайтын Орысханда. Жоқ, жегенде. Сол енді қазір енді бас имам болып тұр.
Yes. Ah, yeah, biliyorum ben. Yeah, yeah. Nanavik. Bari geldi bak. Бес бес нелері бар еді. Бес тәжірибе көрсек. Қалай істейді біліп алдың ба не? Не жоқ барасың қылдыру керек. Гарантий. Мал дезі. Гарантий. Мысалда бар өз. Бизнестен бар өз. Біз салам екен сен білмедің. Bir-biriniz koyar. Şeşin orada. Ha qarang, endi esitma. Jo'g'arida aytgan eslab berishdi. Qarangizlar. Mana turgan Rahmon tavi. Arafat kuni o'sha yerda duolar qiladi. Tabriya. Bu yerda yasalgan duo kimga-kim tuman keltirib bo'lsa, o kulib bo'ladi. Yani güneşe bu var. Sonra ne Allah Teala 100% inşallah kabul eder. Allah nasip etsin. Yani bu yerde жаңағы дұға истиғфардан кейін адам бар ғой, анадан туылғандай, жаңадан туылғандай, жаңағыдай күнәдан пәк болады. Енді ең қызығы адам алейхи уассалам, мен жаңа айттым ғой, бұл қала бәрін тәрбиелейді дедім ғой. Адам алейхи уассалам Аллаға бір ұнамсыз іс жасап қойды жәннатта. Яғни Алланың бұйрығынан естеді. Жаңағыдай қателесіп, қарсы кеп қалды. Жаңағы тыйым салынған нәрсені Жеп қойды. Алла оған тыйым салған еді. Енді Аллах Тағала не істеді? Адам алейхи уассаламды тәрбиеледі. Өткені Адам алейхи уассалам үшін Аллах Тағала Хауанан жаратқан еді. Адам бір адамның қасында жүре берсе, бірден екені айырып қалса не болады? Ауыр ма? Ауыр ғой. Аллах Тағала Адам алейхиссалам жердің басқа бетін лақтырады, Хауанан басқа бетін жіберіп жібереді ғой. Сөйтіп, арадан 300 жыл өтеді. 300 жыл. Осы Арафатта кездеседі Адам алейхи уассалам мен Хауана. Мен 7-ші рет келдім, әлі кездескен жоқпын. Бірақ Хауана мен Адам алейхи уассалам не істейді осы жерде? Кездеседі екен. Түсініңіздер ғой, а? Мен сол уақытта 300 жыл өтті дейді. Енді қараңыздар, 300 жыл бұл негізі ол уақыттар үшін ондай үлкен бір уақыт емес. Бірақ Мұхаммадия, Расулаллах саллаллаху алейхи уассалам үмметі үшін өте ұзақ уақыт, 3 ғасыр. Өткен қараңыздар, Нух алейхи уассалам бір жерде кетіп баратса, жылайды, бір әйел жылап жатыр екен, еңіреп. Сосын айтады, ей, пәленші әйел, не үшін жылап жатсың десе, менің балам бар дейді. Сол балам жастайынан қайтыс болды дейді. Нух алейхи уассалам сұрайды, балаңның жасы неште еді дейді. Небәрі 250-ге енді келген бала еді дейді. Небәрі 250-ге енді келген жап-жас балам дүниеден өтіп кетті дейді. Сөйтіп, Адам алейхи уассалам, Нух алейхи уассалам жаңағы әйел кісіге жауап береді, баласынан айырылған. Ертең сондай бір соңғы пайғамбардың үмметі келеді. Яғни бүкіл пайғамбарларға Расулаллах саллаллаху алейхи уассалам жайлы айтыла беретін. Адам алейхи уассаламнан бастап соңғы Иса алейхи уассаламға дейінгі пайғамбарлардың барлығына не айтылды?
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jayli aytılib o'tirdi. Bәріне. Олардың үмметі жайлы, және пайғамбар жайлы. Сол сияқты Нух алейхи ва салламға да сол жайлы айтқан еді. Нух алейхи салам айтады, олардың үмметі небәрі 60-70 жыл ғана өмір сүреді дейді. Сол кезде анау жаңағы әйел айтады. Я Алланың Расулы 70 жыл ғана өмір сүреді дейді. Сол кезде анау жаңағы әйел айтады. Я Алланың Расулы, я Нух, сонда олар 60-70 жылдың ішінде өздеріне үй сала ма дейді. Олардың үйлері бүкіл пайғамбарлардан да ең мықты үйлер сол уақытта сол пайғамбардың үмметіндегі үйлер болады дейді. Сол кезде жаңағы әйел былай жауап береді екен. Егер мен солар сияқты 60-70 жыл өмір сүретін болсам, жерге 4 таяқ қадап, үстіне шатыр сияқты бір нәрсе қойып, 60-70 жылымды Аллаға арнап жібере салар едім дейді ғой. Бүкіл өмірімді. Сонда өте қысқа көрінген ғой оларға. Өте 60-70 жыл ертең өледі екенсің ғой деген сияқты көрінген. Бірақ бізге не істеді? Ол ұзақ сияқты көрінді. Және ол уақыттың берекелілігін біздің ұстаздарымыз былай келтіретін. Шейхтар айтады. Таңертең дейді, бидай егетін едік дейді. Және шам намаздан кейін оны орып алатындай болатын едік дейді. Сонда олардың уақыттардың бір күні біздің 100 күнмен тең ғой. Өткен бидай 100 күнге түседі ғой. Егер бидайдың түсуімен санасақ, сондай. Немесе ол уақыттың берекет сондай. Яғни біздің 100 күннің 100 күн сияқты өтеді ол уақыттың бір күндері. Яғни берекет. Енді жақсы, Арафатқа оралдық. Үшбұрыш тұр ғой бүйтіп. Үшбұрыш тас тұр ғой. Сол тас. Соның үстінде дұға жасалады. Бірақ қараңыздар, бұл аймақта дұға тек яумул Арафа күні ғана естіледі. Дұға жасалады. Басқа кезде не қылады? Бұл аймақта дұға жасалмайды. Яғни тауға шығып дұға жасалмайды. Бірақтан осы жерде Арафат күні дұға жасалады. Оның ең тұрған жеріміздің бәрі Арафат аймағы. Кімде-кім Арафат аймағынан шығатын болса, оның қажылығы жаңағыны не? Парыздан шығып кетеді, болды. Түсіндіңіздер ғой, сол үшін не істейді ол? Арафатқа шықпау керек. Осы аймақта жаңағыдай түнейді. Одан кейін анау артықта мешіт бар, қазір барғанда оны көресіздер, шығып баратқанда көресіздер, көрінеді ол. Сол мешіт осы Арафат үшін ғана салынған. Болмаса Мединадағы мешітпен бірдей мешіт. Сол үшін салынған. Одан кейін мына жағдайлардың бәрі, мыналардың барлығы, мынау антилар, жаңа барлығы осының барлығы сол бір күнге үшін, мыналардың бәрі селініп жатқан барлығы сол бір күн үшін ғана болды. Бір күн. Түнейді, бесіне кетіп қалады, сонымен болды. Арафат несі бітті, үкімі. Арафат не? Шарты бітті. Яғни шарты орындалды. Одан кейін естейді, Муздалифаға барады. Түсіндіңіздер ғой, жалпы осы. Бірақ мына таудың үстіне шығып дұға жасасаңыз, потолок бастан күн өтеді, анайдан ыстық, қарын ашады. Тағы біреулер не істейді ол уақытта, пайғамбар айтатындай сүннет тұсана ораза ұстап кетеді. Онымен нәпсің сынады, басынан не ұрып тұрады жаңағыдай ыстық күн. Енді тек жылап тұрып дұға жасайсың ғой. Түсіндіңіз ғой, яғни бұл жерде тек дұға, бос әңгіме не? Мүлдем айтылмайды. Түсіндіңіздер ғой, бос әңгіме айтылмайды жалпы. Тек дұға жасалады. Қазақстанның әңгімесі болмайды. Машина алматтан көтіп деген. Енді шидетті айтып. Қазір дұға жасаса онда не болады? Болмайды олар. Ол кездегідей болмайды. Жасамайды. Тек яумул Арафа күні. Қазір тұрған уақытта енді ана жерге бармай өткенде қазір дұға жасауға бола ма дейді? Болмайды. Тек Арафа күні. Сіздерге дұға Қағбаға. Болды, барасыз, жасайсыз. Қағбаға жабысуаңызда дұғаны жасай беріңіз, болды. Проблема жоқ. Бірақ бұл кезде, бұл жерде тек неде қайда жасалады? Яумул Арафа күні.Ошын көге $7000 жинайсыз, сөйтіп үлкен қажылыққа келесіз. Өткен қымбат үлкен қажылық. Өткен қымбат үлкен қажылық. Несі
визасын өзі 3 мың доллар ма солай бір нәрсе. Қазақстанға 5 пен 8 миллион дейді ғой. $7,000 қосып, былтыр $7,000 болды. 3 миллионға бір. Одан кейін басқа елдерден қарағанда ең аз баратын ел бізбіз. Саудия мемлекеті негізі бізге 10 мың квота бөлмекші болған еді. Сөйтіп біздікілер 5 мың толтырамай 4 мың азайта салды оны. Сіздер ғой, біз толтырамай едік бұны әлі. Басқа мемлекеттер өзінің квотаның айналу уақыты келу үшін 20-10 жыл, 11 жыл солай күтеді, жылдап күтеді екен. Неге келу үшін? Ойласаңшы, субханалла. Біздер вообще болмайды мынау. Ол квота деген сонда қалай? Жалпы Сауд мемлекеті белгіленген ғана бөледі. Кәні туризм визамен Қазақстаннан 17 миллион, 20 миллион халықтың бәріне әперіп кетіп қалсаға болады ғой. Ол онда емес. Қазақстанға арнайы ғана бөлінеді болды. Әр елге кіргізуге болмайды адам. Одан көп кіргізуге болмайды. Болмайды, мүлдем болмайды. Үйтіп кіріп кеткендер бар, депорт болып 5 жыл қарамай қалған. 5 жыл қарамағанша одан да $7 кірген жақсы. Сіздер қоя, дұға қылыңыздар, иншалла барасыздар. $7 еш нәрсе емес. Алланың қазынасы үлкен. Алладан сұрай беріңіз, миллиард сұраңыз, кете берсін. Бірақ Алланың қазынасы не? Бір сәтке кемімейді, бір сәтке көбімейді. Алла қалағандай тұра береді болды. Болды, кеттік па? Енді осыдан Мұздалифаға өтеміз. Қараңыздар, жылына бір-ақ рет. Міне. Қалған уақытта жабық. Қарасаңшы, адам жоқ қой ішінде. Сол бір күн үшін сол жаңа қажылықта осы жерге жаңағыдай Ал-Харам мешітінің бір таңдалған таңдайды имамды қажылық өтейтін сол имам осы жерге имамдыққа шығады. Мына мешіт, мына ері бар ма? Иә, мына мешітке сыймайды адам. Далада тұрады барлығы. Мына мешіт кірген адам кірді. 7 миллион адам сыймайды ма қарады? Ал-Харам ішіне 7 миллион сыймайды ғой адам. Сотқа іші бәрі 5 миллион. Жоқ, бұл елде үйлер жоқ, Арафат аймағы жоқ. Мұздалифа деген ол жолдан өтіп баратқан адам. Арафатта күні ораза жасайды. Намазы жоқ, ондай жоқ. Намаз Арафатта ораза жасайсыздар. Сол анау Арафатта енді $7,000 оңай емес қой. Умраның өзі ойбайлатып жатыр ғой. Дұрыс па? Ана ақша кетіп есесем болады деп ойлап жатқандар да бар да ішінде. Алла Тағала беріп қояды иншалла. Уайымдамаңыздар. Алла беруші ғой. Сол осыған келе алмайтындар Арафа күні не істейді? Арафа күні үйлерінде отырып ораза ұстайды. Иншалла Аллах Тағала және олардың не сауап бермесе де бір нормальный сауап береді Алла қаласа. Яғни енді соның орын басатын бір амал ғой енді. Біз ақыр келе алмаймыз. Онда не істейміз? Арафа күні барлығымыз ораза ұстаймыз. Жақсы ма? Апа, бір күн. Бір күн Арафа ораза ұстайсыздар. Арафа күні құрбан айттан алдын болады. Яғни айт деген екі айт бар ғой бізде. Ораза айт, құрбан айт. Дұрыс па? Ораза айттан алдын еш нәрсе жоқ. Арафа деген нәрсе жоқ. Ораза деген нәрсе бар ода деп. Ал құрбан айтта сол одан алдын құрбан айттың алдында Яумул Арафа, Арафа күні бар.
Arafat'ta geldi. Осы Арапаттан осы жерге келеді. Жаяу келеді, жаяу. Аня биткен. Жоқ, жаңағыдай. Машина жоқ, машина. Машина тоқтайды, 7 миллион халық қой, қақтан еш шақырмаған сау. Немен ба? Arafat'ta geldi. Ал 7 километр жат көбіне сондай. Жүруге болады. 6 градустан бірақ жүруге болмайды негізі. Күнәдет басты. Одан кейін ихрамда содағыда. Басқа жерде күйге болмайды. Үстінде ихрам 6 күн қажылықта ихрам қап-қара болмағының бина жазығының шатырлары әлемдегі ең көп шатырлар. Қараңыздар. Арапа күні билеті болып тұрған, Арапа күні. Bir ay. Соны осыны астында көрінеді, әдемі ол. Бір қала. Енді сол жаққа сразу қарай көтеміз өткені. Сол жақтағы ана шатыр сияқты тұр ғой. Үлкен. Сол шайтанға тазататын жер. Үш этаж. Иә. Үш этаж шатыр тұр ғой, шатыр. Сол шайтанға тазататын жер. Иә, здание істеп қойған сол жаққа. Барас ата береді шайтан. Тастар қашан болды? Енді ол жаққа бір қарашта шатырлар зор көрді. Тастар да қайдан болады? Тастар да келіп қоймақ. Көрдіңіздер ма? Қаяқ сабақ бар. условия жасамады. Ремонт не бәрі. Енді қышты күні келсе ыстық, жазды күні келсе жаңағыдай не салқын жібереді ғой. Бәрі условия. Миллион халық. 5 миллион халық тияды деп айтты енді. Bir şartın içinde sonra kaç adam kadar Осы үшін бар ғой, көңілге байланысты болды бұл жақта енді жататын болса. Енді 10 адам сиятындар, Аллаху алам. Бүгін жат көрмеген ғой. Алла дәріс етсін. Осы. Әлім қалады кетеді әлі біраз. 2 миллион сыртта жатады, я. İçinde ne kadar tösek birdenkeler olmasın. İçinde ihram var ғой, ihram. İçinde ihram орап алып ұйықтайсыздар. Муфтимен, найып муфтимен барсаңыздар матрас береді. Сол кезде. Икметрай болып. Ау? Тамақ әкеп береді сол компания өзі, я. Ұйымдастырып қойған. Бұны мынандай қоямын, көрсетіп тұр. Дәл өзі. Оң жақ, сол жақ, бәрі шатырлы. Нешегін жатады? Нешегін жатады берді? Так, мына жақта 3 күн жатады ғой. Үшін жатады бұл жақта. Үшін жатады, мен соны түсінмеймін, естімеймін. Осы не ғой? Қажылықтың парызы ғой. Ол жағады жаңағыдай Ал-Харамға тауып еткеп жүреді. Енді түсіндім. Одан бар ғой. Айдың есімен шығып кетеді. Ана қара. Қайсы?
қажылықта 500.000 әскері осы жаққа келеді. 500.000 әскері, милициясы бәрі келеді осы жаққа, әскерлер. 500.000. Осы жерде 500.000 әскер қажылардың барлығына қызмет жасайды. Тәртібіне қарайды және қызмет жасап тұрады. Алла разы болсын олардан. Оңай емес қызмет жасау. Одан кейін осы Муздалифадан 3 күн бойы не істейміз? Шайтанға тас лақтырамыз. Қазір ол алдымыздан шығады. Шайтан арт есіп тұр ғой артық. Ол альхамдулилля. Қақтан білет шайтан екені. Қазір онда егер. Bir koca dalın içine gelme olmaz. Ayet atkan gibi ötmeden misin? Yok, kartı dükkan kaçtı var mı? Sol gitti. Жолда кетіп барып, шайтанға тас атады ғой, білесіздер ма, естігенсіздер ма? Естімегенсіздер ма? Сол Ибрахим алейхиссаламның уақытында жаңағыдай тауға шығып барып, Исмаил алейхиссаламды құрбандыққа шалайын деп жатқан кезінде жаңағыдай алдынан шайтан шығады. Сол уақытта жаңағыдай шайтан шыққанда неше түрлі уасуаса салады. Яғни неше түрлі жолдармен аздырады. Сөйтеді де жаңа Ибрахим алейхиссалам жерден тас алып атады, лақтырады. Общем, жаңағы тұрған жер сол жер. Сол рәсім сол жерден шыққан. Жалпы ол жерге барғанда алдыңызда дәу шайтан бір дию ифрит тұрмайды. Бір дәу тас тұрады, соған қарай атасыздар, болды. Бұл жерде не істейсіздер? Сіздер шынымен де шайтанға дұшпан екендеріңізді білдіресіздер. Сол нәрсемен, шайтанға тас атумен. Яғни бізде тасты негізі шариғатта кімге атады? Зина жасағандар атады, білесіз ба? Жазасында бар ғой. Яғни не? Бір ең jirkenişlisinde bir адамға ең үлкен бір жасаған күнәға атадыр ғой. Сол сияқты сіз де не істейсіз? Соған жаңағыдай Раббыңызға дәлелдейсіз, шайтанға не дұшпан екеніңізді. Boş güler тұр, көрдіңіздер ма? Сондайдан 5-еу тұр қазір, көрінеді барлығы. Сол 5-6 бочка бар. Сол үлкен бочкілерді қажылық айы үшін жасаған, үлкен қажылық айы үшін. Келген қажылар осыдан су пайдаланады. Яғни жаңағы Мина жазығы, Арафат бәрі бар ғой. Су осы жерден алынады. Көрдіңіздер ма? Нешеу күн? 4-еу ма, 5-еу ма? 5-еу. 5-еу, бәсе. 5, Су қалайлап. Су ма? Осының ішіне су жинайды общем, ағанда. Осыдан жебереді су. 1 жыл бойы жинайды деші? Жинайды осыны. 1 жыл бойы жинайды жан енді. Жоқ, ішетін су кәдім жинайды, білмеймін қай жерден. Бірақ осыған жинап, дайындап, үлкен қажылыққа сол жерден су алады. Енді бері су тапшы ғой. Сол себептен суды сол жақтан естейді. Қолданылады, иншалла. Общем, қараңыздар. Жоқ, қазір 10 жағымыздан жын мешіті бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жаңағыдай жындарға да пайғамбар болып келген ғой. Сол уақытта жаңағыдай жын сүресі түседі ғой. Соны пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жындарға осы жерде оқып берген. Міне 10 жақтарыңызға мешіт, өте кішкентай мешіт, бірақ жын мешіті аталып кеткен. Міне 10 жақтағы. Кірет.
Onun içinde cin yok. Просто cin meşti da. Жындарға осы жерде не O ya. Қабылдаған Ya cindar o şey İslam kavuldağı. бір жазықта келе жатқан кезде Ya. O şey. осының жан жағының бәрі базар. Мынау Әл-Харамның Сафа Маруа жағынан кіретін жері ғой. Намаз оқи ма уақытта? Оқи береді. Тағы біле ма жоқ? Мынау Әл-Харамның Сафа Маруа жағынан кіретін жері. Жүр. Анан бері аппақ қадам ғой. Таксиге 10 реал ма 5 реал бересіздер да. Сөйтіп соның үстіне Жабал Нұр тауы десеңіздер такси әкеп тастайды. 9 жаным Сосын ары қарай шығасыздар. Гостиницадан шығасыз да, қолыңыз бітсеңіз такси тоқтайды. Әкеп тастайды. Әкеп тастайды, иә. 10 реалға ма? 10, сонда 5. Егер бір такси жалдасаңыздар, так бір 25 реалға әкеп тастайды. Не істеу керек басында? Барлықтарыңызды. Сол айтасыз, бастап не істеу керек басында? Таксиге барасыз да, Нұр тауы, Нұр дейсіздер болды. Нұр Хира деп қойасыздар болды сәбет түсінен өзі. Үңгірі қай жағында? Ау? Үңгірі. Үңгір үстінде. Хира үңгірі осы, айтпақшы. Нұр тауында. Такси деген сонда жерге кетсе де да? Иә. Осы тауға Құран түскен. Құран. Иқра бисми раббикаллази халақа деген аят бар емес па? Бірінші. Уахи. Осы жерде түскен, осы тауда. Исламның басталуы, алғашқы уахидың осы жерге түсуі. Сол Жабал Нұр тауы. Үңгір. Қағба бар емес па? Қаратасқа кіргендей боласың көрсеңіз. Адам деген қырылып жатыр ше. кіре алмайсыздар да. Кіру қиын айтып. Мен кірмедім өзім. Жанында барамыз ба? Барасыз. Төбесінен қарайсыз. Та бүйтейін. Асыр намаз оқисыздар. Асыр намаздан кейін шығасыздар. Ертерек барасыздар, шамға көтеріліп бітесіздер иншалла. Үлкен кісілер шықпақ қойсын. Аяқ ауырады үлкен кісілер. Шаршап бітесіздер. Мен өзім қанша рет келіп, осы кеше шықтым енді. Қаржылардан ұялыпшы. Не барысында деген білмеймін дедім де. Соң бір шығайын дедім шықтым ау. Қанша минут жүреді? Так, 1,5 сағат шығасыз. 1,5 сағат 1,5 шығады. солай шығасыз. Енді біз жастар болып өзіміз шықтық. Жатта шықтық, жастар болып. Бір апа артымыздан келіп бір түсіп отқан кезде олар шықты ғой. 1,5-2 сағат. 1,5-2 сағат. Но аяқ анадан түскеннен кейін тремор болады, сразу айтамын. Бізде Негізі бар ғой. 2-3 күн жатқан аяқ. Алғашқы келген қаржылар бар, алғашқы. Олар қағбаны сол күшті қағбаға жұмсаған жақсырақ таваф етіпші, күштерін. Таваф қылсын, дұға қылсын, жыласын. Екінші рет, үшінші рет айналып кеткендер болса, шықсын. Ал? Ананың ең 10 жақта, тауға 10 жақта. Өтір ғой бір. Ерекше тау. Соның ішінде Рамазан айында не ғой анау? Зиярат өтіп күндер жердегі. Өтіп кетіп қой еді? Үлгере алмай қалдық қой. Тауда бір. Баса бір. Ау?